қылайын. Амансыздар ма? Бәрекелді. Өркендеріңіз қай ауылдың балаларысыңдар? Досай ауылданбыз ата. Әлде қашан өтіп кететін едіңдер? Бізді неге тостыңдар? Әлде бір шаруаларың бар ма еді? Жоқ, шаруамыз жоқ. Тек үлкен кісілер айтып еді. Үлкеннің алтын кесіп өтті, ізет көрсетіп сәлем берді. Міне, араларыңызда қазір кісілер бар шығар деп, ізет көрсетіп сәлем беруге тоқтағанбыз ғой ата. Рахмет қызым, көп жаса. Кімнің қызысың? Атың кім? Ала көздің қызымын. Атын Данагүл. Бәрекелді. Атың даналы болса, ақылың саналы болу керек түбі. Онда мақтарыңызды алдық, енді біз рұқсат болса жүре берейік, иә? Жолдарың болсын айналайын. Жолдарың болсын. Құландай жүйрік майда жалай, бар екен бізде йыldыз арай, ішінде топ қарағай уәделескен. Қандай жігіт екенін көрейік. Алейкум ассалам. Балам, бізге Алакөздің үйін көрсетіп жіберші. Алакөз әкемнің үйі анау тұрған қарашы. Жүріңіздер көрсетейін. Рахмет балам, көп жаса. Ауыл адамдарына несілер? Өлемей алпасын Алакөз әкемнің үйіне бұрыпты. Ассалаумағалейкум я. Алейкум ассалам. Яға, менің 8 ғана табиғи тұрғанда жылқышымның қараласына түскенің жарамaz. Жүріңіз менің отауыма, қайсы аямын, қымыз сапырамын. Мен сізді қонақ қылуға шақырып тұрмын. Жүріңіз, кәнекей үйге. Екем, әуре болмаңыз. Сіз секілді байлардың үйіне кіріп жүрміз. Енді бір Алакөз секілді кедейлердің үйіне барып кірсек, теріс болмас. Сіздің сөзіңізге жөні бар. Жүріңіз, тым болмаса Алакөздің үйіне шақырып салайын. Алакөздің үйі осы ма? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Келіңіз, төйлеріңіздер. Бәйбіше, столыңды жаса. Я жақсы отағасы. Жеттіңіздер. Жақсы. Алакөзінің арнайы сен үшін аттың басын бұрып осы үйге келіп отыр. Алакөзінің балам бар ма? Балам жоқ. Данагүл деген қызым бар. Ендеше сол қызымды шақыр. Бәйбіше, Данагүлді де бірге өзіңмен ертпе. Жақсы, қазір. Данагүл, қызым, жүр, әкем шақырып жатыр. Шәй алыңыздар. Алақтан алып отырыңыздар. Данагүл қызым, мынау сенің үлесің. Рахмет ата. Бірақ оның мәнісі не? Құлақ жібергенім, әкімнің бірі бас ем бол дегенім. Ал қандай мен тіл бергенім, іштегі құпиямды айттырмай тауып, шешіп, отыратын шешен бол дегенім. Әмин ата, тілегіңіз қабыл болсын. Ендеше, сіздерге көп рахмет. Мен атамды айтайын. Баш жаратқан ем құдірет, тілегімді қабыл ет.
иманымды кәміл. Дастарханың молға жайылсын, әппақ айран сүтімен. Бар жақсылық орнасын тек, бақ береке құтымен. Отбасының амандығын берсін, бала шағаның адалдығын берсін. Дендеріне саулық беріп, әрбір іске жарамдылығын берсін. Сенімді көкшер асымыз дастарханның байлығын берсін. Шаңырағына шаттық қонып, өмір саған жайлығын берсін. Бала шаған аман болып, қуанышқа сай күндер берсін. Ауру сырқау аулақ болып, жайма шуақ ай күнін берсін. Әмин. Рұқсат болса біз тұрайық. Ала көзінім, мен сенімен құда болғым келіп отыр. Оған қалай қарайсың? Әрине биях, әрине. Бүгін біздің шаңырақта қонақ болыңыз. Жүріңіздер, сіздерді ауылмен таныстырайын. Жүріңіздер.